Ассалаумағалейкум қазақ елі. Қазақ елі осы Түркия мемлекетінде сайлау болғасын әкімді халық сайлайды, және бүкіл қоғамдық мемлекет институттарында халық қатысады. Ана итті қара, рахаттанды. Енді қараңыздар, осындай мынау кішкентай қала, осы қалада 2,5 миллион тұрғыны бар. Әкім сайланады, 5 жылға сайланады, және әрбір әкім келгенде бүкіл қанша бюджетке ақша түсті, осы қаланың бюджетіне, және ол әрбір келген әкім осындай парктер салып кетеді. Оны не үшін жасайды? Өйткені оның партиясы 5 жылдан кейін келесі сайлауда жеңу керек. Сондықтан ол істеген жұмысын, еңбегін бәрін халыққа көрсетеді. Бізде әкім сайланбағасын ол келеді, уақытша ұрлап ақша жеп, коттедж салып, балаларын шетелге, ол ертең білет, ол сайланбағасын, оны бәрі де жұмыстан шығара алмайды. Сондықтан ол осылай халықтың алдында есеп бермейді, өкінішке орай. Сосын бұл жақта иттердің, көрдіңіздер ме? Иттерді мынау кәдімгі піштіреді иттерді. Сосын мынау вакцина салады, құлақтарына чип салады. Бұл жақта мынандай бездомный иттерді, бізде көбісі орыстар сонда бездомный не атып, бюджеттен ақша алады. Сол састы бір жаман бір базада ұстайды, сол бюджеттен ақша алады. Қинады, сол жерде өлтіреді, терісін сыпырама, білмеймін. Бұл жақта қалай айтсам, гуманны қарайды, иттерді емдейді, чип салады, піштіреді, болды. Сонымен бос жүре береді.